Ғалымжан аға, мынау соңғы уақытта елімізде құдайға шүкір мынау дастархан адал тойлар өте көбейді ғой, иә? Өзіңіз де жалпы сол үрдісті жалғастырып қолдап келе жатырсыз. Жалпы осы арағы жоқ тойларға шығу қашан басталды? Енді бұған әсер еткен сол бірінші қажылыққа 19 жыл бардым, умра қажылыққа. Сол кезде ұстаздар айтқан несі маған насихаты, арама астан аулақ болыңыз деді. Сіздер тойға бармай қойыңыздар. Тамада керек болған кезде олар өздері үшін арақты қоймай қояды дастарханға. Мысалы тамадалардың бәрі отказ берсе, бар бастырса да, жоқ араға бармаймыз де. Бүкіл тамада 100%. Бірақ өйтпейді ғой, олай істемейді ғой. Егер солай жасаса, бүкіл қазақ ел қашан көбісі 80-90%-ға дейін неге кетіп қалар едік. Адал дастарханға, ақ дастарханға. Бір кісі телефон соқты да, 2 миллион берем деді. 2 миллион берем, сосын жаңағы ұшақты, жататын жаңағы қонақ үй бәрін көтерем, 2 есе бағасын берем деді. Сосын айтамын да, аға мен 10 миллион берсеңіз де бармаймын. Не үшін дейді ғой? Не үшін? Енді сіз арақпен істейін басыз ғой, харам аспен. Болмайды, мен барамаймын жаға. Мен Аллаға уәде беріп бергем, қажылыққа барып, сонда уәде беріп бергем, я Раббым, мен табысымды адалынан тауып, бала шағама адал нәсіп, жаңағы несібе апарайыншы, адал ас апарайыншы үйге. Сөйткем, сен біреуге іштеп атқан жоқсың ғой дейді маған. Біреуге іштеп атқан жоқсың, құйып беріп атқан жоқсың, алып қой деп атқан жоқсың. Басқар ойыныңды ойнат, әзіңді айтты, қайтса ақшаңды алып дейді да маған. Сол ренжімеңіз аға. Ақша керек, бірақ жан одан да тәтті деймін да. Ертең Алла тағала ақыретте осы ісім үшін мені азаптаса, сіз мені құтқарып алмайсыз деймін да. Рас қой? Ол күні әкесі баласын тастап, анасы қызын тастап қашатын үлкен күн келе жатыр ғой, жақындап. Сол күні сізді таппай қалам ғой деймін да. Сөйтсем, ой, әнім сен болмайды, анау мынау бірдеңе деп. Мысалы, менің қатысым жоқ деп қалай айтасың, сен сол тойхана, ресторанның ішіндесің ғой. Ал сол ресторанның ішінде ең соңғы адам кіріп той басталған кезде бүкіл періштелерге шығыңдар деген әмір келген Алладан. Шығыңдар дейді. Неге? Өйткені Алланың лағнет жаудыратын періштелер келеді деген да. Той басталғаннан біткенше ал лағнет жауып тұрады деген. 40 күнге дейін дұғаң қабыл емес. 40 күнге дейін дұғаң. 40 күн ішінде дүниеден өтіп кетсең имансыз кетесің ана жаққа. Мейлі ішпе. Неге сен сол жерде отырдың, мәз болып соған қарап отырдың, ішкендермен бірігіп бір жерде ниеттес болып отырдың. Болды. Көрдіңіз ба? Ол жерде жүкті әйел де жүр, ана бала кетті ішіндегі. Лағнет келініп кетті. Неғып туған балдар ауру болып, неғып сырқау болып, неғып жаңағыдай болып туылып жатыр. Неге жастар ажырасып көбейіп кетті ажырасу? Қарап отырсың, бұның барлығы енді біреу айтады, союз кезінде халал той деген болған жоқ дейді, адал дастархан. Неғып сол кездегі жастар ажыраспайды дейді. Қарасаңызшы әңгімен. Неғып ауру балдарда жоқ ол кезде дейді. Көрдіңіз ба? Шайтан ғой айтқызып тұрған, лағнет шайтан. Мен айтам, сіздің атаңыз ішкен ба деймін да. Жаңа кісіге емес, басқа біреу айтқан кісілерге айтам да. Сіз атаңыз ішкен ба деймін да. Ішпеген, 5 уақыт намаз оқып өткен. Сіз сол атадан тәрбие алып, сол атаның батасымен, солардың жаңағы өнегесімен өскенсіз деймін да. Қанша ішсең де сен ажыраспайсың. Өйткені қорқасың. Ішіп алсаң да сен қорқып тұрасың да жақтан, салт дәстүрден, иманнан, молдалардан, ақсақал атаңнан, әжеңнен, әкеңнен қорқасың. Ұяттан қорқасың. Бірақ намаз оқымайсың. Құран оқымайсың. Ораза ұстамайсың, қажыға бармайсың. Ал сенің атаң, әкең қария оразасын ұстады, намазын оқыды, Құранын жаттады, дұғасын айтып отыр. Соның шарапатымен сендер ажыраспай, балдарың ауру болмай аман қалдыңдар. Ал енді біздің балдарымыздың ауру болды деп жатқан, сендердің орта буын, аға буын ортадағы. Осы орта буынның ләйліп, арақ ішіп, дұғаң жоқ аузыңда. Бір Құраның жоқ, бісмілләң, әлхамдулиллаң жоқ. Міне сендерден тараған бізге сендердің ошибкаларың тиіп жатыр деймін. Міне ажырасу да, мынау ауру балдардың туылуы да барлығы міне содан болып отыр. Мына заман жастар бұзылды деп үлкендер әңгімені көп айтады. Содан бастап бұзылған еді ғой негізі. Сол жаңағы орта буын кешегі 70 жыл атеизмнің замандағы жаңағы адасқан, өзінің жаңағы діннен айырылғандардың жеміс қой бұл. Енді бұдан бұлай кете береді. Егер біз ислам дінімізді қайтып алмасақ, жинап алмасақ, мынау адаласымызды, бабаларымыздың ішкен қымыз қымыранын шұбатын
кешегі жеген мынау қазғарта жал жаясын құрып бермей қаймақ шайын өзіміздің адаласымызды дастарханымызға қойып қайтадан адалынан бастап мынау үйленіп жатқан жігіт пен қызға адал жаңағы жол көрсетіп адалдықты аманат етіп мойнына іліп ұрпақтан ұрпаққа жеткізу сенің мойнында деп сөйтіп жүріп 100 жыл өте ма 200 жыл өте ма жоқ 500 жыл өте ма шаршамай соны істеуіміз керек. Өйткені қараңыз, бір 100 грамм ішкен адамнан 40 күн дұғасы қабыл емес, 40 күн намаз қабыл емес. 40 күн ішінде өтіп кетсе имансыз кетті ана жаққа. Союз кезінде Алла тағала көріп тұр. Амал жоқ қазақтар, мұсылмандар. Амал жоқ дініне бармай жатыр. Неге? Атеизмнің, кәпірлердің жаңағы коммунистік партияның қылышынан қан тамып тұрған кез. Қорқат, амал жоқ. Аталарымыз да қорықты, айта алмады. Осы бала шағам аман болсын, өтіп бейді өтеріміз. Бір жарық күн келер алдымыздан. Әділеттің ақ таңы атар алдымыздан деді. Көрдіңіз ба? Алла тағала оны көріп тұр ғой, оны ескереді Алла тағала. Енді егемендік алдың, кім саған керек жасап атқан? Мысалда, қойса енді 70 жыл ішкен арағынды қойда өнегеңді айтса, жоқ. Бұл біздің жаңағы ұлттық асымыз, ұлттық асқа баған ғой біреулер. Бұл бидайдан жасайды деп қояды да. Бидайдан жасайды. Бидайдың нанын жеуге болады да, неге арағын ішуге болмайды дейді. Мына қараңыз. Мен айтамын, сиырдың сүтін ішесің ба? Иә дейді. Неғып сідігін ішпейсің деймін да. Іштей сідігін. Кружкаға көпіртіп тұрып ше. Сідігін сиген кезде алды көпіртеп ұрсай. Екеуі де сиырдан шығады ғой, неғып ішпейсің соны? Оған келгенде бас істеп қалады да. Анаған келгенде бас істемейді. Бұл енді сондай дастарханнан арақ ішіп, шарабың шашып, аузынан жының шашылып, анау еркектер ешак боп ақырып, әйелдер шошқа боп шыңғырып, бірінің қатын бірі сүйреп, ана жерде көріп атсың ғой, домалап, жерде аунап, анау іш киімі көрініп, анау керсендей, анау семірген қошқарлардың құйрығы сияқты құйрығымен аунап, не деген масқара болып отыр я? Не деген масқара? Тойхана емес, малхана болып отыр ғой қазір. Барсаң, тура малхана көрсең анау ютубтан, не деген масқара? Содан ана жерде қариялар отыр, қария емес, шалдар, шал-шауқандар. Бісмілләш жоқ, әлхамдулләш жоқ. Ей деп, анан бергел бер, тоқтат мұнан дейтін. Анау қарап отырады бәрі, мәз соған. Көрдіңіз ба? Қария жоқ, тоқтататын. Сонда бір қария болсын істеткізбейді соны. Біреудің қатын, біреудің байын шығарады, асылдырып, ана жерде қашыртып жатыр ананы. Кәдімгі қашыр дейміз ғой, қашыртқы. Есектерді, аттарда бір қашыратын қой. Тур сондай жаңа апарып, екі жақтан екеуін шығарып, қашырып жатыр бір-бірінің үстіне асылдырып. Зина болып жатыр ана жер. Соны көрген ертең балдардан, соны көрген келініңнен, балаңнан маған адал бол, сәлем сал, шайыңды әкел деп қай бетіңмен айтасың? Айтамайсың. Бетің жоқ өйткені. Арамдықты өзің көрсеткенсің. Енді келінің арам болып шығады да саған. Келінім кетіп қалды, арам болып шықты деп қояды. Сен ғой араммен оны қарсы алдың ғой. Араммен оны күні кешеге дейін тамақтандырдың, ішкіздің. Арамға әбден аунаттың. Енді кеп келінім арам болып шықты. Балам одан өткен арам екен. Көрдің бе? Бетсіз өзінің боғын, былығын біреуге жауып отыр да. Жастарға. Бізде әдет болған ғой, жастарға жаба салу. Оп-оңай. Жастарға жаба саламыз. Ойбай, жастар бұзылды. Жастар көргенсіз. Жоқ. Өйткені сен көрсеткен жоқсың оған. Қазақта көргенсіз деген бар. Көргенді бала екен деген сөз бар. Неге? Өйткені бала көргенін жасайды. Бала естігенін жасамайды бала. Ой, мына бала естігенді бала екен деген естіпеңіз? Көргенді бала екен. Көргенді қыз екен. Немесе көргенсіз екен дейді. Әке шешесінен әдеп көрмеген деген сөз. Міне, сен көрсеттің оған. Баяғыдана мал шығарып бара жатып, сиырды өріске айдап бара жатып, сөйтіп тағы айдап бара жатып, жолда келе жатып, баласымен әкесі ақыл айтып береді дейді әкесі. Адам бол балам, адал бол. Әр қадамыңды дұрыстап бас, жөндеп бас. Әр қадамың бассаң бәле аяң астында. Деп сөйтсе баласы, әке, мен саған қарап өсем ғой. Әуелі өзің дұрыс жерді бассай. Деп қараса, сиырдың жапасының үстінде тұрған да, боқтың үстінде. Қараңыз да, өзі боқтың үстінде тұр. Балаға айтады, аяғыңды аңдап бас дейді. Қалай ол? Өзің былық, әптен шылығып біттің. Балаңа не бетіңмен адам бол. Темекі шегесің өзің. Арақ ішесің. Ішпе, шекпе деп қалай айтасың сен? Бетің жоқ айтатын. Мақұл, жаның ашқан шығар. Сен өзіңнен бастасай, жаның ашса. Өзіңнен баста. Өзіңді қойдар, балаң саған айтып қояды ол. Айтқызбайды. Мысалы, менің әкем темекіде ішкен, арақта ішкен жоқ. Мен соны қайталадым.
Мысалы да, бала күнімізден намаз оқимыз. Әжеміз оқытып қойған, үйретіп қойған. Намаз оқы деп. Құран жаттатып қойған. Бізден ертең дүниеден өтсек артымыздан Құран оқып отырасыңдар деп соны үйретіп қойған. Мысалы да, сол себептен жастарға жабудың қажеті жоқ. Жастар бізден көргенін істейді. Міне осы мақсатта мен бүкіл елді бүйтіп бірден сол адалдыққа, адал дастарханға былай бірден өзім шақыра алмаймын. Мен ең болмаса өзім әрекет жасайын. Анау бар ғой, білесіз ғой, Ибраим пайғамбарды отқа өртеп жатқанда құмырсқа аузына су құйып апарады. Ей, сен отқа бармақ түгілі жақындай алмайсың да ғой. Мен шаруам жоқ дейді. Ертең Алла тағала пайғамбар, Ибраим пайғамбарың үшін не істедің дегенде мен су тасыдым деп айтуым керекпін. Мен жанып кетем ба, күйіп кетем ба, шаруам жоқ дейді. Біз құмырсқа құрылым жоқпыз ғой адамдар ше. Құмырсқа құрылымы жоқ қой бізде. Мысалы да. Сонда ертең Алланың алдына барғанда мен мысалы айтамын, мен осы амалын жасадым. Раббым сенің разылығың үшін. Ол кімді адалдыққа шақырады, кім сол арамысымен айналысып жүре береді, Алланың шаруасы ол арғай. Мен араласпаймын оған. Ол Алланың шаруасы. Бірақ мен өзімді көрсетуім керек Алланың алдында. Мен адалдықты жаным сүйетін, арамдыққа жоламайтынымды, және оны ұрпағыма өсиет насихат қылатынымды көрсетуім керекпін. Сол мақсатта біз адал дастарханмен той тойлауымыз керек. Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Бірақ бірден емес. Жай, ақырындап көбейіп келе жатыр. Оған да Аллаға шүкір. Сонда мен Шымкенттен Алматыға барып той басқарып жатырмын. Жаңағы коллективпен келген бір академик, профессор келді. Антракт болып жатыр ғой, інім бері келші деді. Келші. Өзің бір келісті жігіт екенсің, қай жақтан боласың? Шымкенттен. Бәсе, өзімді ойлап едім, сөз саптауың бөлек екен. Мен екі академияның профессорымын, академикпін. Екі вузда сабақ беремін деді. Мен бүкіл атақ дәрежем бәрін алып тастадым уже деді. Бірақ сенің жасыңды маған берсе, мен сол бүкіл атақ дәрежемді, мынау дачамды, Алматының Медеу жақтағы, мынау алған бүкіл атағымды, пенсиямды, айлығымды, абыройымды бәрін саған берер едім. Мен өмірді қайттан бастайтын едім. Неге аға дедім да? Сіздің неңізге жету бізге арман ғой деймін да. Сонда айтты ғой, мен деді, білім қуап, карьера қолап, диссертация қорғаймын деп жүргенде, менде бір-ақ бала болды дейді. Сол баламды бағам, әлпештедім, бақтым, қақтым. Қазір ол бала Россияда тұрады деді. Сол жақта жүріп үйленіпті. Немерем қазір 3-ке кепті. Немеремді көрген жоқпын әлі деді. Мағарсы әңгімен. Сені көріп тұрмын да жаңағы, жалғыз сен емес дейді, жастарды көремін да, шіркін, өмірім қайттан келсе ғой, мен баланы 10-15 бала туғызар едім деді. Мен өзім көп балалы үйден шыққан қазақтың баласымын деді. Ауылдан шыққам деді. Үлкен кісі онда, 60 ояқ пиғанда кісі. Мен көп балалы үйден шыққам, мен көп бала болған қалайтын едім деді. Бірақ мен өз тағдырымды өзім талқандадым деді. Білім, диссертация деп жүріп, мынау ұрпаққа мән бермеппін. Ұрпағыңды көбейтші. Ұрпағыңды көбейтші. Ұрпақсыз өмір бекер екен деді. Керек емес мынаның бәрі ешқайсысы маған. Немеремді сүйемасам, келіннің сәлемін көрмесем, бір шайын ішпесем, баламен шүйіркеде рахаттанып отырмасам, мен кіммін деді ғой. Көрдіңіз бе? Сөйтіп анау көзіне жас келіп, темекісін қайта-қайта шегіп, анау балконда тұрғанбыз, ана ресторан балконында сыртқа қарап, анау сөйтсем, ана танитын адамға айтамайды ғой олар. Сырттан келген ғой, маған айтып тұрды. Мен танымайды ғой, шығарып жатыр да ішіндегісін. Соны көріп ойлаймын да, бұл ең маңызды нәрсе, бұл өмірдегі ұрпақ екен ғой. Енді жаңағы қазақтың тойында сөз сөйлейтіндер, айтылатын тілектер өте көп қой. Иә, көп қой. Солардың ішінде ең жиі көп айтылатын тілек бар ма? Тілектер ма? Тілектер көп. Көп айтылады. Сосын біреудің тілегін біреу қайталай береді. Мен айтамын, сен тойға келгенде сен тамақ жеп кету үшін ғана барасың ба? Сосын апарып туалетке төгіп, кнопканы басу үшін. Тойға барасың ба, сен дайындалсаң? Біреулер ренжіп микрофонға жармасады да, сен соған лайықты әңгіме айтса енді жармасқаннан кейін. Жоқ, 10 адам тілек айтып келеді ма, сол 11-ші болып соны қайталайды. Ал енді бір кісілер болады, микрофонды алады да жібереді әңгімені. Ой, сүйсінесің, тоқтамаса екен, айта берсе екен деп тұрасың ғой.
енді тілек көп, бақытты болыңдар дейді. Сосын қазір кейінгі кезде бір хит болып жүр бір тілек. Оны біздің апалар, аналар, әжелер, әпкелер көп айтады, сонда жеңгелер. Келінге айтады: биыл бала келін болсаң, ендігі жылы ана келін бол. Сосын дана келін бол, сосын дара келін бол дейді. Өзі ондай емес та, бірақ ана келінге айтқанда өлтіреді да. Осы тілектен мен құлағым мезі болды ше. Бірақ Нұржан да, осы тілектің мағынасын жақында түсіндім. Сөйтсем, бала келін бол биыл, келесі жылы ана келін бол, сосын дана келін бол дейді ғой. Осы келіндердің атауында бір мән мағына жатыр екен. Мысалы, біреулердің үйленіп жатқан жігіттің немесе тұрмысқа шығып жатқан қыздың ата әжесі болады. Мысалы, біреулерде ата әже болмайды, тек мамасы папасы болады. Бірақ ата әже көрген келін бар ғой, дана келін болып келеді екен. Өйткені соның тәрбиесін көрген да. Сол себептен жаңа тойда мен айтатын: жігіттер, лажы барынша ата әже көрген қыз алыңдар. Дана болады сол. Ақылды болады, парасатты. Сенің айтқызбай түсініп тұрады ойыңды. Ал папа, мама көрген бала келін болып келеді, жаңағы тілек сол. Бала келін болып келеді, ана келін болып, сосын дана келін. Айтады ғой, бір атаның тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Атасының тізесі немереге алтын тақ дейді. Сен қандай машина, джип, қандай мемлекеттің тағына отырсаң да, атаңның тізесіне отырғандай, сен уверенно, ешкімнен қорқпай отыра алмайсың сен. Неге? Атаң сұсымен, өзің аппақ сақалымен, дұғасымен қорғап отыр сені. Мысалда. Соны айтады, бір атаның тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Біз не істейміз? Біз аламыз да, азан сағат 8-ден кешкі сағат 6-ға дейін мына бәлені көзіме көрсетпешті деп апарып, балабақшаға тығамыз балдарды. Көрсетпей, мен диссертациям қорғауым керек. Мен кредитімнен құтылуым керек, мен жұмыс істеуім керек, ақша табуым керек, джип алуым керек. Анау үй сап қойды, мен де үй салуым керек. Базарыма барып, жаңа вокзалыма барып, немесе жаңа бизнесімді істеп, баюым керек, көрсетуім керек деп жүргенде баладан айырылып жатырмыз. Неге? Апарып тастадық, керек емес қып. Саған керек емес бала, тәрбиешіге керек па? Айдаладағы тәрбиешіге. Логически ойлаңызшы өзіңіз. Керегі жоқ. Баланың түкке керегі жоқ. 90% баланың, қараңызшы, азында балабақша кетіп барады. 90% бала аңырап жылап кетіп барады. Неге? Барғысы келмейді. Өйткені ол жерде Құдай біледі, кім қалай қарап отыр сенің балаңа. Ол жерде инкубатор қылып тастаған, бәрін бірдей қылып тастаған. Ол жерде сенің балаңды көтеріп, ананың баласын көтеріп, ондай жоқ, бірдейсің. Ал бірдей ол робот ол. Инкубатор тауықтың балдары, балапандар бірдей. Адам ондай емес. Біреудің потенциалы спортсмен шығар ол. Анау ғұлама ғалым шығар. Ертең физик, химик, биолог шығар. Анау тіл маманы шығар. Анау салт дәстүрдің маманы шығар. Анау Құран жаты қари болатын шығар ертең ана бала. Тәрбиешіге бәрібір ол. Мысалда 90% балдар соны барғысы келмей, аңырап, жылап, ананы сүйреп баратқанын көресің. 90%. Сол ертең қайталанады. Ертең сол балдар әке-шешесі қартайған кезде шырылдатып, еңіретіп апарып қарттар үйіне тапсырып тастайды. Соның өзіңе істейді соны. Міне сол кезде көресіз, ол кезде кеш болады, ол кезде артқа жол жоқ. Міне сол себептен баланы ата әже тәрбиелеу керек. Жұмысың істей берсен, бірақ әкең мен анаңа балаңды бер. Қалай тәрбиелейді олар? Дана қылып шығарады. Өйткені қариялардың қасында жүрген бала дана болады. Ал балалардың қасында жүрген қария бала болады. Жас бала ұқсап қалады да. Сол себептен дана қылып өсіргің келсе, ата әжеңе бер, немесе ата әжеңді қалаға алып кел. Далада ма, далаға апарып бер, өлтірмейді балаң. Сені өлтірген жоқ қой ол. Қараямайды деп қойды ана келіндердің әңгімесі ғой. Ана тәлпіш келіндер бар ғой. Болмайды деп, өзі де қараймайды ол. Жаңағыдай 6 сағат, 8 сағат апарып тастайды, 9 сағатқа. Ата әже қалай қарайды? Сені бақты ғой әкең, шешең. Сенің әке-шешең, ата әжесі, сенің немере балаңның қалай бақып, сенен күшті бағады. Өйткені олардың тәжірибесін жинаған, өмірден көрген, не дұрыс емес, не жаман, не жақсы, не адал, не арам, бәрін біледі. Құраныңа дейін жаттады, намазыңды оқытып, 18-ге толғанда әскерге жібереді. Келген кезде балаңды танымай қаласың, өзіңе ақыл айтып тұрады.
әке мынау негізі былай істесек дұрыс болады деп. Сонда қарап отырсаң, біз мынау өзіміздің өмірімізді өзіміз талқандап жатырмыз ғой. Ата әже ауылда қалды, баланы алдық та қалаға кеттік. Өзіміз жұмысқа кеттік та ғана баланы балабақшаға бердік, балабақшадан шыққасын мектепке бердік, мектептен алдық та оны көшеге жібере салдық. Көше тәрбиелеп жатыр қазір балаларды. Білесіз ғой, көшеде кім тәрбиелейді? Мына біреу көшеден алып келгенсің ба дейді ғой мысалы. Сол жаман сөз ол. Баланы ата әже тәрбиелеу керек. Міне көрдіңіз ба? Сол нәрсенің барлығын біз жалғауымыз керек. Біз осыны жалғауымыз керек. Ата әжелерге тәрбиелету керек бала шағаны. Ал біз өз бала шағамыз тәрбиелеумен немереміз тәрбиелеуіміз керек. Соған дайындалуымыз керек. Енді оның бала мен келін көнсе де ертең оған. Бірақ соны көндіретіндей тәрбиені беру керек осы бастан. Ертең қисайып алып, қыңырайып, теріс айналып жүретін келін емес, бір өскен, өнген, көргенді сондай бір ұлағатты, ұлы әулеттің қызын алуға тырысу керек. Мысалы, біз не істедік? Баланы бар өзің алды, өзің біл. Қатын сенікі, сен күй, өзің сүй, өзің күй деп жібере салдық. Бар да көшеден біреу сүйреп келді. Ой, мынау дебек, сөйтсек, аяқтан келіп тұр, әкесі алқаш, шешесі көше құмар, қыз оңы ма соң? Ал басталады Санта-Барбара сериал. Ырың, жырың, ақыры ажырасып тынады. Соны әке шеше бастан жіберіп қойды. Өз еркіне жіберіп қойды. Баланы өз еркіне жіберуге болмайды. Бала әлі оң солын таныған жоқ ол. 20-25-тегі бала, жігіт. Ол оң солын таныған жоқ. Әке шеше көріп тұр ана қыздың дұрыс емес екенін. Бірақ ана күйдім сөйтім дегенін әпере салды. Құнанбай не істеді кезінде? Білесіз ғой? Абай, жақсылап демал, ертең ұзақ жол жүреміз деді. Қайда барамыз әке деп еді? Барғасын көресің деді. Болды әке деді. Таңертең тұрды, жолға шықты. Барса сән салтанатпен бір ауыл күтіп алған. Әке қайда келдік деп еді? Қайын жұртыңа келдік деді. Мынаны қараңыз әңгімен. Сол кезде Абай айтқан жоқ. Әке оның подписчигі жоқ қой. Инстаграмда оның парақшасы жоқ қой оның. Контент сұрамайды. Оның бөксесі салмаған, ерні төсі істірілмеген, ол қасы қырылмаған ол. Әке ол сүймеймін мен оны, ұнатпаймын оны деген жоқ. Ләббай деді. Сонда сол бірінші алып отқан жары, бірінші бәйбішесі кім? Ділда 2 жас үлкен еді Абайдан. Бірақ тек дәулеттің қызы еді ол. Көрдіңіз ба? Қазақта жігіт ешқашан бармаған қызға сөз салып, өзін өзі өлтіріп жіберген. Құтылсаң, жаның олжа. Ит қосып қуған, талатып, екінші рет ана ауылды километрден айналып қашатын солай өлтіріп жібереді деген. Қолына түстің бе өлтіріп жібереді. Сен не біздің қыз саған жезөкше ме не? Өзің бет алдыңмен келе беретін. Келсе бере бере ме не біздің қыз саған? Сен кім деп келдің? Сен біздің әулетті, ауылды қорлайын деп келдің деп ше? Сондай келген жігіттерді, ал ол кезде жігіттер тек қана сал-серлік құрып, ана жігіттің үйіне келген болып, сөйтіп келіп, қызды сырттан бір көріп сөйтіп кететін болған. Сөйтіп жеңгесін айтатын болған, жеңгесі анасына, анасы әкесін айтатын болған. Әкесі барып, ана елді көріп, қасына ақынын ертіп алады. Олардың ақыны бар, екі жаңағы тек дәулет кездесіп отырып, екі ақын жырлайды. Өйткені қазақта өзін өзі мақтау деген өте ұят нәрсе, айып. Өзін өзін жаңа атын көкек шақырады дейді ғой. Мақтаншақты кім жақсы көреді мысалы? Абай айтады ғой, 5 нәрседен қашып бол. Еріншек жаңағы не мақтаншақ деп, соның ішінде мақтаншақ. Қазақ өзін өзі мақтамаған. Қасына домбырашын, жаңағы күйшісін, жырауын ертіп жүрді да, әулеттің бәрін таниды ол жырау. Баста дейді. Бұл жаңа біздің Құнанбай, елге әйгілі белгілі Құнанбай. Жаңағы Иса қазаққа белгілі Құнанбай. Бұған берсең өкінбейсің, қорбамайсың. Атың шығады одан сайын деп. Содан ана жақтан баста дейді. Ана балаттаған біздің жаңағы Байекеңді осал емес, жаман жерден қыз алып жатқан жоқсың деп тегін әулетін баяғы билер, хандарға тіреліп, анау мықты кісілерге тіреген апарып. Сосын барып, дейді, сосын барып жайлап сауда басталады. Алыс беріс сауда басталады, жаңағы ненің қалың малдың саудасы. Ол да жыраумен кетеді жырмен. Осындай бұның мыңғырған малы бар. Ондай болса, жаңағы 5 бие, 4 түйе, жаңағы 1000 түйе айтады өзінің несін, анау жыраумен жеткізіп. Сөйтеді, сен қатты кетіп қалған жоқсың ба деп, мынау кетеді сосын. Ол бір әзілмен да бір қарасаң, бірақ сауда жүріп жатыр, екеуі есептесіп жатыр ішінен. Экономистер ғой екеуі де. Сөйтіп есептесіп, бірнеге тоқтайды, болды деп қол алсады болды. Сөйтіп қонағасын жеп, жатып қонып, қонбаса жолға шығып кетеді дағана, ауылға барып дайындық жасаңдар, біз қыс таптық дейді Абайға.
Сөйтіп барып, ал Абай ол жерде мен сүймеймін, түрін көрмегем, мен ұнатпаймын деген жоқ. Мысалы да. Абай жолын жазғанда да Совет өкімет кезінде жазылған. Атеистердің, жаңағы дінсіздердің заманында. Сол кезде жазылған, әкесі мен баласын қарсы қойған. Абай ешқашан әкесіне қарсы болмаған. Абай ешқашан қарсы келмеген әкесіне. Өйткені әкесі дана болған ол кісі. Құнанбай деген қари болған, Құранды түгел жаттамаған. 2 рет қажылыққа барып келген. Білесіз ғой? Бір барғанда 2 күн кешігіп қалып, 1 жыл жатып, қажылығын өтеп, қарап жатпай қасыр салып, келетін қазақтар болса осы жаңағы қонақ үйге дамылдап, көлеңкеде жан рахаттанып жатып, қажылығын өтеп қайтсын деп. Сөйтіп үй салған адам ол. Мысалы да. Ал оған баласы қарсы келмеген оған. Қарсы келсе ол басын алып тастайды баланы, ол аямайды олар. Өйткені ол заманның адамдары ол бетіне келтірмеген, сөз асырмаған басынан. Өйткені соған достойны болған олар. Енді сол Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүр Жүсіпті, сол Құнанбайды қазір тарихтан сызып тастап жатыр. Енді мына қазақтың жаңа тойларын айтып отырсың ғой, кемшіліктері көп. Мысалы, нағашылар қазір біздің оңтүстікте нағашы жұрты баланың, туылған кішкентай баланың бесік алып келеді жиенге. Бұл дұрыс емес. Бесікті бана туылған баланың әкесі шабады, немесе атасы қолдан шапқан. Ол бесікке менің ағамның балалары, інімнің балалары жатады. Менің балам жатады, енді баламның балалары жату керек ода. Бесік ол адамның кіші үйі. Мына үлкен үйің шаңырағың болса, сен баланың кіші үйі, кіші шаңырағы ол. Ол сол әулеттің мысалы иісі сіңу керек. Сол иіспен ана бала иіскеп, менің әулетім, менің елім, менің жерім, менің ағайыным деп өсу керек. Енді қараңыз, сырттан әкеп берді бесікті. Болды, бала сыртқа қаша береді. Бұл көзге көрінбейтін, ешжерде жазылмаған заңдылық, бірақ бұл құбылыс арқылы аталарымыз зерттеп бесікті әкелуді мүлдем онда қабылдамаған, ондай болмаған да. Көрдіңіз ба? Өйткені өз шаңырағы емес, ертең нағашылардың шаңырағы. Қазір байқайсыз ба? Өзінің туысқандарынан гөрі нағашы жағының бөлелерімен араласуға дайын тұрады біздің бала шағалар. Қазақтың балдары қазір анасы жақтың туысқанымен, еврейлер сияқты. Бұл еврейлердің бізге тықпыштаған бәлесі. Бесік арқылап келген ғой, көрдің ба? Ал енді сүндеттелген балаға тайды кім әкеледі? Нағашылар әкеледі, көрдіңіз ба? Бұл да қате. Бала туылған кезде атасы я әкесі жылқының ішіне аралап жүреді, бір құлынды немесе тайды ұстап алады. Ертең дейді, баптайды, балам мінеді. Беске келгенде осыны отырғызам атқа дейді. Сөйтіп әптен баптап, анау баланы күнде әкеп искетіп, кішкентайынан атпен баланы бір бүтін қылып жібереді. Біздің бабаларымыздың аттан құласа, ат құласа, қайтып тұрса бабаларымыз үстінде отыра берген ғой, білесіз ба? Аттың аузын жібере салып, шауып жүре берген ғой бүйтіп. Неге? Ат иесімен бірге жүрегі бірге қаққан, бірге ойлайтын болған. Ал оны атасы туылған күннен бастап әкеліп, жаңағы әкесі әкеліп, жылқыға иіскетіп, екеуін, баланы да, жылқыны да бір-біріне байлаған. Жылқысы өлген кезде жылап, еңіреп, адам құсатып жерлеген құлагерді мысал үшін аған сері. Неге? Бесіктен бірге шыққан екеу. Бұдан жақын ешкім жоқ. Жауға бермеген, көрген қуып жетпей қоймаған, қашқаннан қашып құтылмай қоймаған. Сенің анау жүрек қағысы мен аттың жүрек қағысы бірдей түскен. Бұл еш жерде жазылмаған, айтылмайтын, көзге көрінбейтін, бірақ рухани бір тылсым күшпен келіп сезетін нәрсе бұл. Ал енді атты алып келді ма, болды, соның ат, соның шауып, соның қызметімен жүрердің. Сен қайын жұртың қызметінде жүрердің. Бара берсін. Нағашы жұрты ғой, андасында барып қыдырып келсін. Бірақ мына әулетті ойлау керек о бала. Сондықтан атты нағашылар жетектеп келді деген ұят, позор нәрсе ол. Әкесі жоқ па не, атасы жоқ па не, жетім ба не бұл бала? Аға, енді қазақтың тойында адал той десе, оңтүстік өңірде енді өзіңіз түсесіз еске. Қаншама тойларды басқардыңыз ел ішінде. Жалпы өзіңізден кейінгі буын қаншама сорақылыққа, даңғазалыққа барып жатыр ғой енді, асаба шоумендер. Оларға не айтасыз? Жалпы қазақтың тойына не нәрсе жетіспейді, не нәрсеге көңіліңіз толмайды? Қазақтың тойларында кемшілік өте көп. Қазақтың тойларында даңғазалық, ысырапшылдық, ұятсыздық, арсыздық, бетсіздік, тәрбиесіздік, көргенсіздік, тексіздіктер белең алып бара жатыр. Той деген сөз, тою деген сөз да, тойып қайт деген сөз. Тамаққа ғана емес, ықыласқа, көңілге, салт дәстүрге, имандылыққа, тәрбиеге,
жақсылыққа, жаңашылдыққа тойып қайту керек. Әр тойда бір жаңашылдық болу керек, ол жаңашылдық қазақ халқына қызмет ету керек. Енді қараңыз, 400-500 адам той жасайды. Мысалда, бір залдың ішіне кіргізеді дағаны, даңғырлатып музыканы қойып, ана ішіне есеңгіреп шығасың өзің. Мысалда, мен айтам, егер менің қолымда сондай бір тойхана салатын, ресторан салатын дүнием болса, мен бір 30-40 соттық жерді алар едім да. 4 үйдің жері ғой енді. 4 үйдің жерін алып, 10 киіз үй тігер едім. 10 киіз үйдің ішінде кемінде 60 адамнан сияды. Мысалы, емін-еркін болса, бір 50 адамнан болсын. Сол адамдарды, ер адамдарды бөлек, әйелдерді бөлек отырғызатын едім. Біздің қазақ бабалар солай. Кеше Шәкен Аймановтың кез келген киносын қараңыз, әйелдер бөлек, ерлер бөлек отырған. Әйелдер сырттан жаңағы анау керек жарын әкеліп беріп тұрған, есіктің аузынан әкеліп, арғай әйелдерді кіргізбей, арғай қызметін ер азаматтар, жігіттер өздері жасаған. Мысалы, өзі мынау субординация деген бар да, мынау деңгей, дәреже, қарияларды бөлек күту. Одан кейінгі 10-15 жас кіші ағаларды бір бөлек күту. Одан 15 жас кіші 40-45-тегі жігіт ағаларын, азаматтарды бөлек күту. Одан кейін 20 жас, 25, 15 жастың арасындағы жастарды бөлек отырғызу. Осы нәрсені жасау керек. Осы нәрсені істеу керек. Өйткені мынау неде өзінің орны болу керек. Орнын білмей ма, жас бала барып қарияң қасына отырып алды ма, бітті. Тарихында, салт дәстүрінде талан шықты. Әдебі, орны, жолы болу керек. Дәл солай қарт аналарды, ақ кимешекті, ақ орамалды аналарды, үлкен әжелерді бөлек. Одан кейінгі жеңгелер, апалар, одан кейінгі жаңағы келіншектер, қыздарды бөлек, жас қыздарды. Сөйтіп отырғызып ретімен, өйткені әрқайсысына айтатын әңгіме, анекдот, шырқайтын әні бөлек болады. Мысалы, жас балдардың әнін сен қарияларға айтамайсың. Ұят болады ол, айып болады. Немесе қариялардың үлкен жаңағы ойлы, терең айтатын несін жастар әлі түсінбейді. Мысалы, сол себептен әркім өзінің заманымен ойнап күлу үшін кіргізіп жіберу керек тағына, асты тарту керек. Әрқайсысына бір домбырамен жаңағы тамадасын, асабасын қойып, қызмет жасату керек. Сосын ас желіп болады ғой. Ал ағайын, сыртқа шығыңдар. Ал сыртта күрес, арқан тартыс, кіртасын көтеру. Ана жерде жаңағы алтыбақан, анау аударыспақ аттың үстінде. Енді көк бар бәйге керек емес. Қоршап қойып, сондай қызықты ойындарды аралаңдар, көріңдер. Кімге не ұнайды, соны көрсін. Сосын салт дәстүрлер, төс қағысу, бәрін көр, айтыс. Ана жерге сахна істеп қой, сәл биіктеу жерге. Қазақтың айтысына жететін өнер жоқ жер бетінде. Жете алмайды ешкім. Ойдан ұшқыр ой, зуылдап артынан шығып жатқан кезде таң қалады халық, әлем. Бұл жеті атаға жетпей қыз алыспайтынымыздың, қанымыздың тазалығы бұл. Міне далаға жасау керек. Егер мен президент болсам, той жасауды бірінші неден бастайын, тамыздан, август. 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін тойға рұқсат беретем да, болды, қалған тойханалар жауып тастайтын. Енді ары қарай егін егу керек, малды өріске өргізу керек. Мысалда, сен анау жаңа тіршілік наурыз ғой, наурыз ары қарай. Соған 2 ай демалуың керексің сен. Қаңтар, ақпан айлар той тойлауға болмайды негізі. Демалуың керексің сен. Өйткені 1 жыл бойы ертең пақат етесің, жұмыс істейсің. Күзге дейін қыстық азығын жинап алуың керексің. Бізде жыл 12 ай 24-7 той ғой. Берекесі қашып кетті халықтың. Мен той болмасын деп жатқан жоқпын. Әр нәрсенің уақытымен. Сен тоқтамай 24 сағат үйінде отырып тамақ жей берші, не боласың? Жарылып өлесің ғой. Туы сол сияқты той деп тоқтамай той бола берсе, экономикаң құлайды, бір күні біттің, қайыршы мемлекетке айналасың. Өйткені сен 24-7 ұрпағыңның тамағын жеп қоясың ғой сен. Ырыс неспесін жеп қоясың ғой тамағын. Үнемдесе шамалы, қалдырсай кейінге де. Асқазаныңды ойла, денсаулығыңды ойла мысалда. Мен тамыздың 1-нен баста жаса, желтоқсанның 31-не дейін. Болды, тоқтат ары қарай. Ары қарай жаңа жылға, жаңа заманға, жаңа уақытқа, наурызға дайындал. Қыста аман-есен шыққаныңа қауыштағына көрісіп, қауышып, давай бастайық енді тірліктеп, егініңді сеп, егініңді ек, малыңды өріске жаңа өрлет, төліңді ал жаңағы, айран сүтіңмен, қымыз қымыраныңмен, құрт майыңмен, жаз бойы егініңді жина күзге дейін. Мысалда, бір жақты қылбасай,
Жоқ, той дейді да. Егінің дұрыс емес. Мал шаруашылығың дұрыс емес. Спортың дұрыс емес. Білімің дұрыс емес. Білім қайдан болады? Әке шешең той тойлап жүр. Баланы қадағалайтын ешкім жоқ. Түнде ішіп алып келген, немесе билеп шаршап келген құдашалардың белін ұстап, соны аңсап келген еркек баласына қарай ма? Қарамайды ол баласына. Болды, міне, талқаны жығып жатыр. Мен президент болсам осыны істейтін.